Бүгінгі сабақта сендер түрлі дерек көздерді оқып білу негізінде жалпы қабылданған әдептілік ережелерін анықтайтын боласыңдар. Оқушылар, өткен сабақта сендер адам мен қоғам арасындағы байланысты және қоғамда өзін-өзі ұстау ережесін құрастыруды білген болатынсыңдар. Ал бүгінгі сабағымыздың кейбір тұстары өткен сабаққа ұқсастығы бар екен. Сыпайылық, яғни әдептілік, ізеттілік, адамдарды сыйлау, қарым-қатынас пен өзара қатынастың күнделікті нормасына айналған, айналадағылармен қарым-қатынас жасаудың әдетті тәсілі, тұлғаның адамгершілік қасиеті мен мінез бітісі. Ал адамгершілік дегеніміз не? Сыпайылық адамгершіліктің айнасы. Адамгершілік бойымыздағы асыл қасиетімізді айтамыз. Демек, асыл қасиетіміз еңбексүйгіштік, достық, әдептілік, көмек беру, қоғамға қызмет ету, инабаттылық, имандылық, елін, жерін сүю, кішіпейілділік, тағы басқа қасиеттерді айтуға болады. Яғни, адам бойында осы қасиеттер жоғары тұрса, ол адамның адамгершілігі жоғары саналады. Әдеп, яғни әдеп дегеніміз адамдардың жүріс-тұрысы мен қарым-қатынасының ережелері. Оған елгезектік, сыпайылық, әдептілік, көрегендік жатады. Егер сендер бала күннен әдепті болып өссеңдер, есейе келе ата-анаңның, өз отаныңның мақтанышы боласыңдар. Ал әдеп қарым-қатынас барысында, адамдармен әңгімелесу кезінде шамадан тыс аспау. Сөзіміз бен ісіміз сөйлеп тұрған адамның көңіліне тимеуді ойлау, яғни сыпайылық шегінен шықпау. Әдеп жалпы қарым-қатынас барысында қатынас жасап тұрған адамның жеке ерекшелігін ескеруді талап етеді. Ал әдепті адам басқадан сыйласын күтпей-ақ, алдымен өзі басқаларды құрметтеп, ардақтай біледі. Ал балалар, әдептіліктің ережелеріне тоқталатын болса, әдепті бала қашанда сәлемдеседі. Көмегімен қамқор үшін алғысын айтып, кетіп бара жатқанда қоштасуын ұмытпайды. Әрқашан сыпайылық танытады. Ал сыпайылық айналадағы адамдарға өзіңді жағымды, сүйкімді, әрі тәрбиелі екеніңді білдіреді. Қоғамдық көліктерде немесе басқа да орындарда үлкен адамдарға орын береді. Қарт адамдардың жолдан өтуіне көмектеседі. Бөлмеге үлкен адам кіргенде орнынан тұрып, құрмет көрсетіп, әдептілік танытады. Яғни, әдепті сыпайы адам айналасына еш жайсыздық тудырмайды. Ондай адамның мәдениеті әрқашан биік саналады. Ал балалар, қандай жағымсыз әрекеттерден бойымызды аулақ ұстауымыз керек? Яғни, адам бойында асыл қасиеттермен қатар жағымсыз қасиеттер де болады. Олар жалқаулық, өзімшілдік, күншілдік, пайдакүнем, мінезі шайпау, мақтаншақ, керенау, кесір мінездерден аулақ болуымыз керек. Яғни, бұндай жағымсыз қасиеттер адамды дұрыс жолға жетелемейтінін біліп жүргендерің абзал. Осы жерде Ұлы Абай атамыздың сөзімен нақтылап өтсек. Өсек өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Деп адам баласына тек адамгершілік қасиеттерді айтып кеткені бізге сабақ. Сонымен қатар, биыл Абай атамыздың туғанына 175 жыл толғанын және тамыздың 10-ы Абай күні болып белгіленгенін естеріңе сала кетейін. Оқушылар, мына суреттерге назар аударайықшы. Бұл суреттер сендердің оқулықтарында 11-ші бетте бар. Өздерің көріп тұрғандай, бірінші суретке назар аударсаңдар. Кинотеатр залында 2 баланың қатты сөйлеп, телефон жарығын түсіріп, суретке түсіп отырған байқауға болады. Ал екінші суретте қоғамдық көлікте үлкен адамға орын бермей, 2 құлағына құлақ қабын тағып алып отырған баланың көрінісі. Ал оқушылар, бұл жерде балалар әдептілік ережелерін сақтай білді ме? Қалай ойлайсыңдар? Бұны әдепті деуге бола ма? Бұл әрекеттерді әдептілікке жатқыза алмаймыз. Себебі балалар
қоғамдық орындарда сақталатын ережелерді бұзып, жан-жағындағы адамдарға жағымсыз әсер қалдыруда. Ал мұндай әрекеттер сыпайылыққа, әдептілікке жатпайды. Ал оқушылар, мына суреттерге назар аударсаңдар, балалардың бір-біріне қамқор болып, бір-біріне көмектесіп жатқанын көруге болады. Ал мұндай әрекеттерді әдептілікке, сыпайылыққа жатқызуға болады. Ал сыпайылық қыз балаға да, ұл балаға да тән қасиет. Біздің халқымыз әдепті де сыпайы қарым-қатынасқа ежелден ақ көңіл бөлгені баршамызға белгілі. Ұрпақтан ұрпаққа туысқан бұл өнегені біз қазақтың мақал-мәтелімен ұштастырсақ. Ал оқушылар, сендер мақал-мәтел білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, мақал-мәтелді оқып көрейік. Әдепті бала ата-анасын мақтатар. Жалғасы. Жарайсыңдар, тексеріп көрейік. Әдепті бала ата-анасын мақтатар. Әдепсіз бала ата-анасын қақсатар. Келесі мақалымыз. Кішіпейілділік кішілік емес. Жалғасы. Тамаша, тексеріп көрейік. Кішіпейілділік кішілік емес, кісілік. Сыйлап берген су. Жалғасы қалай болады екен? Жақсы, тексеріп көрейік. Сыйлап берген су сатып алған балдан тәтті. Әдепті бала арлы бала. Жақсы балалар, тексеріп көрейік. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Үлкенге құрмет. Жарайсыңдар. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Сәлем беру де парыз. Жалғасы. Тамаша. Сәлем беру де парыз, сәлем алу да парыз. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша жауап бердіңдер. Олай болса, мына бір ережені естеріңде сақтап жүріңдер. Өзіңмен сөйлескен адамды зейін қойып тыңдаңдар. Сыпайылықпен мейірбандықты сақтаңдар. Сөйлескенде айтар ойыңды асықпай, дауысыңды көтермей, нақты әрі түсінікті жеткізіңдер. Сыпайы, әдепті, инабатты болудың асыл қасиеттерін үнемі естеріңде ұстап жүріңдер. Оқушылар, бүгін біз сабағымызда аз болса да жақсылықтың нәрін, адамгершіліктің дәнін алдыңдар деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабақта сыпайылық адамгершіліктің белгісі екенін және әдептілік ережелерімен таныстыңдар. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.